Бәріне сәлем. Бүгін біз Нарутоны қазақ тіліне аударамыз. Негізі екіге қарастырсақ болады, екіге бөліп. Біріншісі ол Яндекс браузерде бізде білесіздер, қазір аудио переводчик бар, яғни видеоны аудио түрінде аударып береді. Екінші оны өзіміз жасасақ болады. Яғни өзіміз жасаған кезде бізге арнайы программа керек болады. Бірінші видео монтажға. Мысалы, мен CapCut'ты қолданамын. Екінші бізде Subtitle Edit деген, осы жерде видеодан көрсеңіз болады. Сол Subtitle Edit'ті қолданатын боламыз. Теория бойынша қалай жұмыс жасайды? Бізде қараңыздар, ағылшын тілінен қазақшаға аударсақ болады, немесе жапонша қазақшаға аударсақ болады. Мен ойымша ағылшын тілінен бізге жасаған ыңғайлырақ. Негізі бұл жұмысты оңайлату үшін біз жай ғана ағылшын тіліндегі субтитрді көшіре салып, оны перевод жасасақ болады. Негізі программа соған арналған, Subtitle Edit деген субтитр бойынша. Бірақ бір мәселе бар, кездестім, қандай айтайын ба? Ағылшын тіліндегіні қарап отырасың, субтитрді қоссаң, екеуі әртүрлі. Субтитрді қалай жасаған білмеймін, мүмкін жапоншадан перевод жасаған шығар. Менің тапқаным сол болды. Әрбір сайтта сол сөзбен субтитр сәйкес келмейді ағылшын тілінде. Енді қалай істейміз? Бірден Subtitle Edit'ке кіреміз. Қараңыздар, видео деген бар. Сосын мына жерде видеодан кейін Audio to Text Vosk дегенді таңдаймыз. Whisper емес, Vosk дегенді таңдайып. Мына жерден ағылшын тіліндегі модельдерді көшіріп алуға болады. Мына жерде орыс тілі бар, осының ішіндегілер. Қазақ тілінде де бар. Оны қолдансаңыз болады, өзіңіздің не бойынша. Мен ағылшын тілінің қайсын көшіріп алдым? Very large деген ойдым, қателеспесем. Соны көшіріп алдым. Енді не істейміз? Мына жерде модель таңдайық. Енді мына жерде batch mode деген бастаймыз, сосын clear дейік, одан кейін add деп басайық. Қоямыз, сосын барамыз да generate деп басамыз. Яғни 23 минут бойы осылай жұмыс жасайды. Енді дайын тұр. Сосын барамыз да Subtitle Edit'ке лақтырайық. Subtitle Edit'ке біз тіпті видеоны да лақтырсақ болады. Апару жерек, әміне. Makes you think you know about it anyway. You never had a family to begin with! You were on your own right from the beginning! True. I have no idea what it's like. Міне осылай сізге автоматты түрде жасап берді, және бағдарлама осы Subtitle Edit ішінде. Одан кейін осылай видеоларды қарап, дұрыстап шығасыз, мына жерден жазып. Келесі не істейміз? Келесі барасыздар, мына жерде Auto Translate деген бар. Сосын сол жерден Auto Translate деген қайттан басасыз. Мына жерде from, яғни ағылшын тілінен біз қай тілге аударайық? Мысалға қазақ тіліне. Қазақ тілін басамыз, сосын мына жерден Google Translate IP-ін қолданамыз. Translate деп басамыз. Окей. Болды. Сосын окей. File Save As. Сосын сақырын жетеміз. Міне, біздің субтитріміз дайын. Сонда бізде қараңыздар, 23 минуттық видеоны жасап шықтық. Егер автоматты түрде жасақ, жарты сағаттың ішінде жасап болады. Бірақ редактировать еткен кезде біраз уақыт кетеді. Болды. Қайтарып өтейін. Бізде бұл аудару әрқашанда бір күшті деп айта алмаймын. Бірақ та сіз ағылшын тілін білсеңіз қайталап өтейін. Бұл өте оңай жұмыс. Болды. Осы видео аяқталды. Келесіде сізге Нарутоны осылай қиналмай программасыз қалай аударуға болады, соны көрсетемін.